Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге алма қосылған пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қант, алма, жұмыртқа, ерітілген сары май, қаймақ, изюм және разрыхлитель. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерге араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Қаймағымыз бен ерітілген сары майымызды қосып, тағы да миксерге араластырып аламыз. Ұнға разрыхлительді қосамыз да, тағы да миксерге араластырып аламыз. Алмамыздың қабығын ашып, тілімдерге кесеміз. Алдын ала формамызды майлап қойдым. Қамырымыз осындай сұйықтау болу керек. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін салып аламыз. Алмамыз бен мейізімізді салып, қамырымыздың екінші бөлігімен жабамыз. Пирогымызды 180 градусқа 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Достар, міне біздің пирогымыз дайын. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.